Әбділда Тәжібаев «Мерген» поэмасы. Әбділда Тәжібаев қазақ поэзиясының көрнекті өкілі, табиғат пен адам болмысының ішкі қайшылығын терең суреттей білген қаламгер. «Мерген» поэмасы 1940 жылы жазылған. Табиғат көрінісін, аңшылық өмірді және адам психологиясын астастыра бейнелеген көркем туынды. Поэманың басты ерекшелігі оқиғаның динамикалық өрбуі мен бейнелі тілдің қуаттылығы. Алатаудың сұлу көрінісіне басталады. Таңғы салқын самал, мөлдір бұлақ, ну қарағай арасымен өрге қарай бет алған мергенді бейнесін көз алдыңа келеді. Кенет оның қарсы алдында еңгездей қара аю пайда болады. Бірақ мерген асықпайды. Аю да жалғыз емес, қасында қос қонжығы бар. Күн шуағына қыздырынып ойнап жүрген. Бірақ табиғаттың қатал заңы өзгереді. Аю бір сәт тас лақтырып, белгісіз бір жыртқышты барысты мерт етеді. Осы сәттен кейін кезек адамға келеді. Тау күркіреткен мылтық дауысы естіледі. Батыр аю сұлап түседі. Мерген оның қасына келіп, өлген барысты да, жан тапсырған аюды да көреді. Олжаға кенелген аңшы терілерін сыпырып, тіпті тас астына қалған қонжықтарды да алады. Кешкі қызыл араймен ауылына оралады. Ауыл адамдары жиналып, оның батылдығын сөз етеді. Ал мергеннің кішкентай ұлы ештеңеден бейхабар. Қонақтарды мәз-мейрам қарсы алып, тәтті ұйқыға кетеді. Осылайша поэма табиғатындағы трагедия мен адам тіршілігінің қатар өлуімен аяқталады. Мерген поэмасы табиғат пен адам арасындағы күрделі қатынасты көрсететін шығарма. Ақын аңшылықты жай ерлік немесе олжа ретінде емес, тіршілік үшін жүріп жатқан үздіксіз күрес ретінде бейнелейді. Поэма оқырманды ойландырады. Адам табиғатының қожасы ма, әлде оның бір бөлшегі ғана ма? Табиғаттың заңына араласудың салдары қандай? Шығарма арқылы ақын адам әрекетінің моральдық астарына үңілуге, тіршілік атауларға жауапкершілікпен қарауға шақырады. Шығармада психологиялық параллелизм бар. Мерген аңдыса, аң да бір сәт өз олжасын аңдиды. Осылайша адам мен табиғатының арасындағы қатынас тек физикалық емес, рухани деңгейде көрініс табады.